Ассаламағалейкум, құрметті достар. Бүгін 13 март қазақ халқының көрсетін күні, бір-біріне қонаққа барып, Наурыз байрамдары менен құттықтайтын күні, һәм сәлемдесетін күні. Сәлеметсіз бе? Құрметті қазақ халқы, бұл Қарақалпақстан, сіздерді бәріңізді де осы күн менен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге бәріңізге де денсаулығыңыз күшті болсын. Әрине, сіздерге көп жақсылық келсін. Бәріңіз де сау болыңыздар. Осындай күндерге жылдан жылға жеткізе бергей, құрметті қазақ халқым. Айт дегені де өлеңді ой, маңғырмаймын, көлден ұшқан аққудай. Маңғырмаймын құралай, өкең бір сөзге құмарай, қайткенде көңілім ау күнедай.